8-ші қатардың соңына келдік қыздар. 4, 6, 8. 10 шалу қалып тұр. Мына шат оқылған жоқ. Осы 10-шы шалуды тура өткен қатарлардағыдай оң жақтағы бізге өткіземіз. Жіпті жұмыстың бергі бетіне қаратамыз да жұмысымызды бұрып аламыз. Әрі қарай 9-шы қатарды бастаймыз. Бірінші шалу ілініп алынады. Екінші шалудан бастап оң тоқимыз. Қатардың соңына дейін тоқимыз. 10 шалу қалдырамыз. Бұл бізде 9-шы қатар. 9-шы қатарда да тура 8-ші қатардағыдай соңында 10 шалу қалдырып аламыз қыздар. Соңында кездесеміз. Қыздар, міне 9-шы қатардың соңына келдік. 2, 4, 6, 8, 10. 10 шалу тұр. 10-шы шалуды тура 8-ші қатардағыдай іліп алдық. Жіпті бергі бетке өткіземіз де жұмысымызды аударып, келесі 11-ші, жоқ, 10-шы қатар екен. 10-шы қатарды тоқуды бастаймыз. 10-шы қатарда қатардың соңында 12 шалу қалдырамыз. Осылайша қыздар, қатардың соңына дейін тоқыңыздар. Қатардың соңында 12 шалуды тоқымай қалдырасыздар. 10-шы қатардың да соңына келдік қыздар. Мінекей 2, 4, 6, 8, 10, 12 шалу болып тұр. 12-ші шалуды іліп алдық. Оң жақ бізге өткіздік. Жіпті жұмыстың бергі бетіне өткіземіз. Және келесі қатарды, яғни 11-ші қатарды тоқуды бастаймыз. Бірінші жіпті іліп алдық. Бірінші шалуды, екінші шалудан бастап оң тоқимыз. Тура осылай қатардың соңына дейін тоқисыздар. Қатардың соңында 12 шалу қалдырамыз. Бірінші қатардың да соңына келдік. 12 шалу қалды. 12-ші шалуды бізге іліп аламыз. Жіпті бергі бетке өткіземіз де келесі қатарды бастаймыз. Біз 12-ші қатарды бастадық. Бірінші жіпті іліп аламыз. Екінші шалудан бастап әрі қарай оң тоқуды жалғастырамыз. Қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңында 14 шалу қалдырасыздар. Қыздар, 12-ші шалу қатардың да соңына келдік. 14 шалу тұр. Бізде енді 14-ші шалуды іліп алдық. Жіпті бергі бетке өткіземіз де 13-ші қатарды тоқимыз. 13-ші қатарда тура осылай 14 шалу қалдырасыздар. Сонымен біз соңында шалуларды қалдыруды осы қатардан бастап тоқтатамыз да әрі қарай басқаша тоқимыз. Қазір сіздер осы 13-ші қатарды соңына дейін тоқыңыздар. 14 шалу қалдырыңыздар. Сосын әрі қарай не істейтіндеріңізді мен айтамын. 13-ші қатардың соңына келдік қыздар. Мінекей бізде қазір 14 шалу тұр. 14-ші шалуды тура өткендегідей іліп аласыздар да келесі бізге әрі қарай 14-ші қатарды бастаймыз. Қыздар, 14-ші қатарда осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңына дейін болғанда қараңыздар, мына жерде бүйтіп қарасаңыздар, өзі оқшауланған жерлері мінекей былайынан көрініп тұр, ашық болып. Мінекей 3-тен кейін 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13. Мына жерде тағы бір оқшаулау бар. 15 шалу сонда оқшауланып тұр. Біз қазір мына осы оқшауланғанға дейін бір шалу қалғанша тоқимыз қазір мынаған дейін. Сонда біз 15-ші қатарда 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Тағы да 14 шалу қалдырады екенбіз ғой. 14-ші қатарда да соңында 14 шалу қалғанша тоқыңыздар. Әрі қарай мен не істейтінін тағы да көрсетемін. Қыздар, міне біз қазір 14-ші қатарды тоқыдық. Соңында 14 шалу қалғанша 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 шалу қалғанша тоқып тұрмыз. Енді қарасаңыздар, мына жерден оқшауланып тұр ғой. Біз негізі қайтадан бір шалудан келесі бізге өткізіп
тоқуды жалғастыруымыз керек. Біз осы тұрғанда байламшаның жартысын тоқып тұрмыз. Жартысы тоқылып тұр да. Енді біз әрі қарай тағы жартысын тоқып, мына жақта оқшауланған шалуларды қайтадан орнына қосуымыз керек болады. Енді біз мінекей мына оқшауланған жерінен қосатын болсақ, бұл үлкен тесік болып қалып қояды да, көрінеді ана жерінде. Сол көрінбес үшін біз мінекей мына тұрған шалуды тоқимыз, яғни 14-ші шалуды тоқимыз да 15-ші шалуды іліп аламыз. Мінекей іліп алдыңыздар ғой. Одан кейін жіпті жұмыстың бергі бетіне өткізіп, әрі қарай тоқуды жалғастырасыздар. Мінекей мына жіпті сосын бірінші шалуды іліп аласыздар да, мына жіпті тартыңыздар, өйткені ортасы ашылып қалмау керек. Әрі қарай екінші шалудан бастап тоқимыз қыздар. Ол екеуінің ортасы оқшауланғанда сол білінбеу керек. Мінекей мына екеуінің ортасы білінбеу керек. Мінекей бізде көрдіңіздер ме? Қатты тартқаннан кейін ол білінбей қалды. Осылайша қатардың соңына дейін тағы да мына оқшауланған жерге дейін тоқимыз. Көрсететін болам тағы. Қатардың соңына келдік. 15-ші қатар 14 оқшауланып тұр. 14-шісін тоқимыз. Және 13-ші тұрғанды іліп аламыз қыздар. Деп байқап қарасаңыздар, мына оқшауланып тұр ғой, үшеу, екеу. Осы мына оқшауланып тұрған екеудің ортасынан аламыз енді. Бұл жолы мына оқшауланған жерінен емес, ортасынан, мысалға мінекей қараңыздар, 12-ші, 13-ші оқшауланып тұр ғой екеуі. Осының ортасына түсіп тұр ғой, сонда жіпті іліп алдық та шалуды. Жіпті жұмыстың бергі бетіне өткізіп, келесі қатарды бастаймыз қыздар. Мынаны былай тартып тұрасыздар. Бірінші шалуды іліп алдыңыздар да, мына жіптеріңізді тартып отырыңыздар, қаттырақ. Ортасы бір-біріне қосылып тұру керек. Неке қатты тартып тұрып жіпті екінші шалуды тоқисыздар, сонда міне ортасы қосылып кетті. Келесі қатар мысалы тоқыған кезде мына екі шалуды қосу керек болады. Ол үшін мына ортасына кіргізесіздер қыздар. Тура осылай тоқи бересіздер. Қыздар, енді сіздер өздеріңіз өз беттеріңізше тоқыңыздар, себебі қиын емес. Әр қатардың соңында мінекей мынандай оқшауланған. Мына екеуі бірге тұр ғой. Оқшауланған демес, осында екеуі бірге тұрғанның біреуін оң жақтағы бізге өткізіп аласыздар да, айналдырып әрі қарай тоқып кетесіздер. Солай осылайша соңында мына 3 шалу қалғанша тоқыңыздар. Содан кейін не істейтіндеріңізді мен көрсетемін.